Баршаңызға сәлем қыздар. Бүгін мен сіздерге вупыйпай тортының оригинал рецептісін ұсынатын боламын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпа. Ол үшін біз водяной ваннада сары май мен шоколадымызды ерітіп аламыз. Ерітіп алған соң бөлек ыдысымызға 4 жұмыртқаны жарып салып, құмшекерімізді қосып, жақсылап массамыз 2 есе көтерілгенше миксермен жақсылап миксерлейміз. Және осы массаға шоколадты массамызды қосып, тағы да 1 келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Одан соң електен өткізілген ұнға какаоны електен өткізіп, разрыхлителіміз салып, бірінші миксерді қоспай араластырып аламыз, өйткені ұнымыз шашырап кетуі мүмкін. Одан соң формамызды дайындаймыз. Осындай форманы пергамент төсеп, формасын шығарып аламыз. Сіздерде бұндай форма болмаса, домалақ ручкамен сызып алсаңыздар да болады. Одан соң қамырымызды 3-ке бөліп саламыз. Менде қамырым қалыңдау болған ұнайды, сондықтан мен 3-ке бөлдім. 4-ке бөлсеңіздер де болады. Одан соң противенге салып, 180 градуста 10-12 минуттай пісіріп аламыз. Содан соң толықтай суытамыз. Одан кейін барып астын үстіне қарады осылай пышақпен жан-жағын кесіп аламыз. Одан соң құрғақ ыдысқа 12 сағат тоңазытқыш сливкиді құйып, жақсылап миксерлейміз. Қоюланған кезде 3 ас қасық сахарный пудра, егер тәтті болған қаласаңыздар, одан болады. Одан кейін бөлек ыдыста осындай творожный сырымызды жақсылап миксерлеп аламыз, өйткені комок болып қалмас үшін. Одан кейін осы творожный массамызды қосып, екеуін біріктіріп, жақсылап 1 келкі болғанша қою өз-өзін ұстайтын крем шыққанша жақсылап миксерлейміз. Енді тортымызды жинаймыз. Коржды қойып, осылай кремді кондитерлік мешокқа салып, вупыйпайдың осылай шариктерін шығарамыз. 2 қатар осындай шарик шығарып, бетіндегі коржға қойып, тек холодильникте жарты сағаттай ұстаймыз. Одан кейін біз шоколад пен сары майды ерітіп, 30 секунд 1 минуттай суытып, тортымыздың бетіне құямыз. Осылай видеодағыдай шоколадты массамыз қатты ыстық болмау керек. Сәл суытып алып барып құямыз. Сонда шоколадымыз да еріп ағып кетпейді. Мен осындай орео печеньелерімен әрледім. Одан кейін құлпынаймен әрледім. Өздеріңіз қалауларыңызбен әрлесеңіздер болады. Мен кішкене қалған кремге осындай розовый краситель қосып, мен қызымның атын жаздым. Өздеріңіз білесіздер, қалай әрлесеңіздер де өте дәмді, өте жұмсақ болып шығады. Бұл оригинал рецепт. Барлық бір жасағаннан шығады. Сіздердің көңілдеріңізден шығады деп ойлаймын. Сіздермен бірге болған Таңшолпан.